Ал құрметті қыздар, мен мына диванымның, мінекей, осы диванымның мына тюфегінен бастайын деп отырмын, бісмілласынан. Өйткені бұл кішкентай болғандықтан оңай болады деп отырмын камераға сіздерге көрсетіп шығуыма. Міне общий матаны 75-ке 75 қылып алып, трафарет қылып сызып қиып алдым. Айналасына 25 сантиметрлік, ені 25 сантиметрлік мынандай лента қиып алдым. Қазір көрсетемін. Міне, мынау трафаретім көрініп тұрған шығар, міне, тюфегімнің қиып алғаным, міне. Енді осының арты дәл мына ортасы болады. Осы жерге мінекей 25 сантиметрлік, міне, 25 сантиметрлік ені. Ұзыннан 3 метрден 6 метр осындай полоска алдым. Диванына и тюфегіне жетеді екен. Енді осыны беттестіре отырып, міне, мынау шамамен ортасы дейміз. Міне, ұштастыра отыра. Қойып аламыз. Міне, көріп тұрсыздар, я? Көрініп тұр ма өзі? Мына лавкамен бірдей қылып, мінекей. Осылай тігіп кете береміз. Мінекей, мына екінші жағына келдім. Мына жағына битіп, міне мына жағына келдім енді, қыздар. Мінекей, қыздар, енді мына жерін қайтеміз деп отырсыз, міне. Енді мынаны мен міне былайынан, мінекей, мынау астына кетті ғой, түзеулеп аламыз. Мына жағы бетіп шығып кетпеу керек, я былайынан болып қалмау керек, міне. Мынаны да үстіне түзеулеп төсеп алып, мінекей, міне мына жерінен қиып тастаймыз. Болды. Содан кейін мынаны қосып тігіп жібереміз. Әдемі тігіс болады. Ал оны енді қолымызбен бетіп түзеп аламыз бірінші. Мінекей, қисық болмау керек, әрине. Содан кейін міне қайшымызды мына жаққа тыға отыра, мінекей, қиып тастаймыз. Оңай әрі тез. Мінекей. Әне бәрекелде біз мынаны қиып тастадық. Мінекей, қанша ауысып қалды, көрдіңіздер ма? 3 метрлік полоскадан осынша ғана ауысып қалды, қыздар. Енді мынаны битіп қоя отыра, мына жағынан тігеміз. Мінекей, құрметті көрермендер, мен былайынан ұстап отыра тігіп алдым. Енді мына жерін закреплять етем, түзеулеп отырып. Енді мына бетіне мынандай тігіс болды бұл. Бұл енді артында тұрады, дегенімен әдемі болып көріну үшін мына жағынан тағы бір өтеміз. Құрметті көрермендер, енді біз мына диванымыздың мына жағынан қайыра отырып, міне үстінен тағы бір шов өтеміз, закрепляющий дейді, оны бекітеміз. Сонымен әдемі тігіс болады. Дәл солай қылып дивандықында тігеміз. Енді оны түсірмей ақ қояйын, қыздар, өйткені ол ұзын, құр тігіп отырғаннан жаңа көрсеттім, е. Мінекей, мына трафаретпен сызбаған бетіне мына полосканы тігіп аламыз. Онан кейін мына кездесетін жерін былай қылып тігіп жіберіп, мына үстін бір өтеміз, айналып контурмен. Содан кейін ізінде мына жағын бетіп қайырып жіберіп, бір қайтарып тігеміз. Әдемі виды болу үшін. Товарный вид қылып. Мінекей. Ал мына астын былайынан қайыра отырып, мына жаққа қайыра отырып, қазір тігіп шығамыз. Міне ұстап отырып.
бірден айтайын, қалың жеріне қоймаймыз қыздар, жұқа жеріне қойып кете береміз. Құрметті оқырмандар, мен тюфегімнің шапочкасын дайын қылдым. Мінекей, былайынан қайырдым, екі қайырып, мінекей көктеп шықтым. Міне былайынан болды. Мінекей, әдемі тігіс болды. Ал қыздар, енді біз диванымызға көшеміз. Мінекей, сурет бойынша міне мына жерден, мына дүзу ғой, мына жағы тандай фигурный болғандықтан осы жағына ғана 25 сантиметрлік полоскамыз тігеміз, ал артына кіріп тұруына 13 сантиметрлік полоскамыз тігеміз. Өйткені о жағы кіріп тұрады, 25 керек жоқ. Енді біз мына жағынан, міне, былайынан бастап тігіп кете береміз. Мына жаққа келгенде басқа полоскамыз тігеміз. Түсінікті болды ғой. Ол үшін мінекей біздің дүзу сызығымыз мына жақта қалады. Біз мына жақтан бастап, міне айналдыра отырып, мінекей полоскамыз. Айналдыра отырып тігеміз. Ал қыздар, біз мынаны қойып аламыз енді диванымыздың. Міне мен бірден былайынан полоскамды қайтарып алдым, дайындап, мінекей. Не? Мына жағынан 4 сантиметр, 2-2 сантиметрден бүктеп, мына жағын 1,5 сантиметр ма бүкте жібердім да, енді осыны мына жағыма қойып аламын, мінекей. Мінекей. Не дәл осылай қылып диванымыздың бетін, не осы полоскамызды тек қана мінекей мына жағынан бер қарай, бер жақаға дейін тігеміз, болды. Артына 10 сантиметрлік мына лентамызды тігіп шығамыз. Не, 13 сантиметрлік. Мінекей, құрметті көрермендер, мен 25 сантиметрлік лентамды тігіп келе жатқанда, міне енді артына келер бұрылатын жерге келгенде, мінекей 13 сантиметрлік жаңағы полоскамның астын бетіп қайтарып алып, мынаған бетіп жалға жібердім, міне 25-ке, міне. Мынандай тігіс болды. Керемет, әдемі. Енді осыны тікесінен диванның артына, мына жағына жалғап шығамын. Содан кейін жағдай қылып үстін бір 10 жағынан өтіп шығамын, закрепляющий шов қылып.